16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Біздер өткен бағдарламада отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңның қабылданғанын сіздерге жария қылып айтып, қандай өзгерістер енгізілгенін түсіндіруге тырысқанбыз. Әрине, бір бағдарламаның көлемінде оның барлығын түсіндіріп үлгеру мүмкіндігі жоқ еді. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда осы тақырыпқа арнағымыз келіп отыр. Нақтырақ айтсақ, бала құқығы басты құндылық деген тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Жалпы өздеріңіз аталған заңмен танысқан шығарсыздар барлығыңыз. Бұл заңнамалық актімен 7 кодекспен 8 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Қоғамда әйелдер мен балалар құқығын қорғау сұрағы өте өршіп тұрды. Әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында тартысты, шайқасты талқылау болды. Әрине, кейбір ер азаматтар бұл заң ер азаматтарға қарсы, олардың құқығына нұқсан келтіретін заң деп те айтып жүрді. Алайда біздер демократиялық құқықтық мемлекеттің барлығын қарасақ, әйелдер мен балалардың құқығы, отбасылық институтты қорғау ол бірінші орында. Кейде мен өзім ойлаймын, осы заң жоқ кезде, бұл өзгертулер мен толықтырулар болмаған кезде, біз сонда Қазақстанда әйелдер мен балалардың құқығы қорғалмады ма? Не деген сұрақтарда туындайды. Бүгін міне осы сұрақтардың аясында біз спикерлермен әңгіме өрбітеміз. Спикерлермен таныстыруды рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сотының судьясы Ақтулиева Айгүл Нұрланқызы, қош келдіңіз. Және де Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметінің басшысы Өтеулиева Нұршат Әбдібекқызы, қош келдіңіздер. Құрметті студия қонақтары, Айгүл Нұрланқызы, өзіңізден бастайық. Жаста болса бас болып, президенттің жарлығымен судьялық қызметке тағайындалдыңыз, биыл құтты болсын. Барлығымызда осылай бастадық. Сондықтан жас келсе іске дейді. Келе сала осы Маңғыстау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сотына тағайындалып жатсыз. Әрине, бұл соттың өз ерекшелігі бар. Аты айтып тұрғандай, бұл соттың басты мәселесі бұл бала құқығы назарында. Енді Қазақстан Республикасында әйелдер мен балаларға қатысты қабылданған президентіміз қол қойып 60 күннен кейін заңды күшіне енеді деген заңға өз тіліңізбен қарапайым халыққа өзгерістер туралы айтып берсеңіз. Қазіргі таңда өршіп тұрған негізгі мәселелердің бірі ол отбасының және баланың, оның ішінде тұрмыстық зомбылыққа ұшыраған отбасы әйелдердің, балалардың жағдайлары бірінші орында ең өзекті мәселелер бірі болып табылып тұр. Соған байланысты мемлекетімізде, елбасымызда заң шығарушы орган, парламентпен, үкіметпен жан-жақты шаралар қолданып, дер кезінде бұл мәселе қолға алынып, заңдар қабылдануда. Осы мәселеде кешегі күні 15 сәуір күні мемлекет басшысы 2 заңға қол қойды. Сол заңға байланысты айтып кететін болсам, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған отбасын қолдау мақсатында, әйелдерді қолдау мақсатында арнайы отбасын қолдау орталықтары ашылды. Және де бұл орталық психологиялық жағынан да қолдау мәселесін көздейді. Сонымен қатар осы мәселені реттеу мақсатында мемлекеттік отбасы саясатын жүзеге асыратын шараларды орындауға байланысты арнайы уәкілетті органда құрылды. Сол уәкілетті орган осы жаңағы отбасын қолдау орталықтарының жұмысын үйлестіріп, жүзеге асыруын қолға алады. Дұрыс, өте дұрыс айтып отырсыз осы мәселені, сізді бөліп жіберейін. Жалпы бұрында бұндай орталықтар болды, бірақ олар заңмен реттелмегендіктен, олар демеушілердің қолдауымен болып жүрді. Осы Ақтауда да болды, естеріңіздер ма? Біз жұмыс жасап жүрдік солармен. Қазіргі таңда бұндай арнайы орталықтар заңды мемлекеттік түрде құрылып жатыр, солай ма? Заңдастырып, мемлекет оны
қадағалауда ұстайды. Солай ғой. Жергілікті атқарушы органдар қадағалап, олардың жұмысын, есебін жүргізіп, және де осы мәселе бойынша 111 байланыс орталығы ашылды. Сол байланыс орталығына звондау, телефон соғу арқылы өздеріне көмек сұрап, психологиялық тұрғыда өздерінің жаңағы көмегін сұрауына мүмкіндік беріледі. Және осы 111 байланыс орталығына телефон соққаннан кейін олар міндетті түрде жаңағы жергілікті атқару органы, уәкілетті органдарға хабарлап, тиісті түрде оны тексеріп, және де олардың жұмысын, есебін, қандай істер атқарылған жөнінде обратная связь дейді ғой, кері байланыс болып, жаңағы ақпараттық орталыққа өздерінің есебін беріп отырады, қандай жұмыстар атқарылған жөнінде. Сонымен қатар тағы да айтып кететін мәселе, қылмыстық кодексқа да, қылмыстық процесстік кодекске де тиісті өзгерістер енгізілді. Бұл жерде негізгі мәселе бұрыннан енді криминализациялау, одан кейін қайтадан декриминализациялау жүргізіп, әкімшілік құқық бұзушылыққа өткізген болатын. Бірнеше рет ол біздің өзіміздің заңнамыз. Ұрып соғу бабы. Ұрып соғу, денсаулыққа жеңіл дәрежедегі зиян келтіру деген сияқты баптарды қазіргі таңда қайтадан қылмыстық кодекске беріп, сол оларға қатысты бұрын жеке айыптау істері болатын болса, қазіргі таңда жеке жариялық болып неғылды. Яғни ол жерде өздері арыз жазған жағдайда тергеу органдары, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары өздері істі жүргізіп, тергеп-тексеріп, оны сотқа жолдайтын болады. Және де бұл жерде тағы айта кететін жайт, бұл баптарда бірінші бабында мысалы ол қылмыстық теріс қылық болатын болса, ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда ол қылмысқа айналады. Мысалы қылмыс үшін жауаптылық көзделген. Және де осы мәселелер бойынша жаңағыдай ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда ол жаңа күдіктіні қамаққа алу мәселесі, бұлтартпау шарасын, күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын қолдануға мүмкіндік береді. Ол жөнінде де тиісті өзгерістер енгізілген. Сонымен қатар қылмыстық кодексте бір қатар жаңа баптар пайда болды. Оларды айта кететін болсақ, 121-дің прим. 1 дейді. Яғни сексуалдық сипаттағы әрекет ету. Яғни кәмелетке толмаған, 16 жасқа толмаған, кәмелетке толмағанға қатысты сексуалдық сипатта әрекет ету. Тиісу сияқты, былай айтсақ. Пропаганда, орысша айтқан кезінде. Әлеуметтік желілерде көп қой сондай қазіргі қоғамда. Бұл норма болмағандығын. Бұрын мысалы 121 ол жерде күш қолдану ғана болған. Яғни кәмелетке толмағанға қатысты күш қолдану әрекеттері жасалса, ол енді аса ауыр қылмыстар болып саналған. Ал қазіргі таңда осы жай тиіскен жағдайда да бір қандай да бір әрекет жасаса, мәлімет берсе де, немесе телефонмен жаңағы сексуалдық сипаттағы суреттер салып жіберсе де, соның барлығы соған жатады ғой. Соған жатады. Содан кейін 124. Оның санкциясы қандай? Оның санкциясы бас бостандығынан айыру қарастырылған бекен. Себебі қазір қоғамда сондай мәселе көп. Соның құлағын алтын сырға деп айтайын деп отырмын көрермендерге жалпы. Бұрын оны қылмыс ретінде де немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмады да түсініксіз болды ғой. Қазір сондай жаңа бап енгізілгені ол дұрыс екен. Содан кейін тағы да жаңағы кәмелетке толмағандарға қатысты көрінеу біле тұра қылмыс жасаған деген ол мысалы кез келген бапта, көп баптарда ауырлататын мән-жайы болып танылады ғой. Сондықтан жаңағы адам ұрлау, бас бостандығынан заңсыз айыру деген сияқты баптарда да ол екінші бөлігінен үшінші бөлігіне ауыстырылды. Яғни қатаңдатылды жазасы. Жазаны қатаңдатты. Сонымен қатар мысалға қазіргі уақытта жаңағы әлеуметтік желілерде естіп жатамыз, ол әйел адамдарды өз-өздеріне қол жұмсады, немесе өз-өздерін қол жұмсауға жеткізу деген сияқты 105-ші бап бар ғой. Сол бап бойынша тағы да жаңағы бап қосылды, 313 прим. 1 деген. Яғни насихаттау, өз-өзіне өлтіруге насихаттау деген бап қосылды. Бұл жерде де жаңағындай ақпараттық желілер арқылы кез келген тәсілмен өзін өлтіруге дейін жеткізуге насихат жүргізу немесе жариялау бір кез келген ақпаратты, ол бойынша да қылмыстық жауаптылық көзделген, көрсетілген.
Рахмет, жақсы. Бұл әрине заңдардың қатаңдатылғаны, жалпы мынандай сұрақ туындайды ғой, заңның қатаңдауы бұл адамның дұрыс жолға түсуіне әкеле ме деген қоғамда да сұрақ туындап жатыр қазір. Енді осы жерде Нұршат Әбдібекқызы, өзіңіз біраз жылдан бері Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметін басқарасыз. Сонымен қатар естуіміз бар, судьяға кандидатсыз қазіргі таңда. Енді ол да бір жақсы хабар, болашақ судьясыз. Сізге мынандай сұрақ қойғым келеді. Қоғамда осы заң қабылданар тұста, жаңағыдай сөзімнің басында айтып кеттім, әртүрлі пікірлер болды. Біреулер бұл заңды қолдады, біреулер қарсы шықты. Біздің қазақтың менталитетіне қарсы деді бұл заңды. Жалпы сіздің пікіріңіз қалай? Жаңа мен айтқандай, заңды қатаңдату арқылы біз адамдарды тәртіпке шақыра аламыз ба? Бұл енді басынан бастайын. Бұл заң тектен-тек қабылданған жоқ елімізде. Мысалға, бас прокуратураның статистикалық мәліметіне сүйенетін болсақ, жыл сайын елімізде 80 әйел көз жұмып, 300-ге жуық күніге арыз шағым түседі екен. Біз алысқа бармайық, 2022-нің статистикасына назар аударатын болсақ, 69 әйел және 7 бала қайтыс болған. Бұл мысалы санаулы ғана халқы бар Қазақстан үшін өте қасіретті жағдай деп айтсақ, ол артық емес деп ойлаймын. Мысалы, бейбіт күнде адамның қолынан тағы бір жазықсыз адамдардың өмірмен қоштасуы осындай заңның қабылдануына әкелді. Әрине, қоғамда екі түрлі түсінік болды. Біреулер қолдады, біреулер батысқа еліктеу деді, демографиялық құлдырау, жастардың кетуі, сондай-ақ бұл жерде жаңа ерлердің құқығы айтылмай қалды, сондай-ақ баланы жаңа мәжбүрлеп ата-анасынан тартып алады деген секілді. Мұндай кер тартпа пікірлердің тарауы бұл түсіндірме жұмыстарының, ақпарат жұмыстарының халыққа жетпеуінен деп ойлаймыз. Өзіңіз айтпақшы, бұл заңды қабылдау арқылы біз жазалауды көздемейміз. Біз алдын алуды көздейміз. Мысалы, байланыс орталықтары, қолдау орталықтары деп айтып жатыр ғой. Осы жаңағы орталықтардың заңдастырылуы арқылы біз белгілі бір жетістікке жетеміз деп ойлаймын алдағы уақытта. Негізгі түпкі мақсат енді бұл әйелдердің құқығын, балалардың құқығын қорғау болғандықтан, заң қабылданғандықтан, енді бұл заңның артықшылығы өте көп. Себебі құқығымыз қорғалмаса, біз мысалға құқығымыз қорғалу керек қой бейбіт елде. Жалпы, дұрыс айтасыз. Жалпы отбасында кикілжің болмай, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп өзімізді жұбатып қоямыз ғой, кейде ғана жай ғана жауып қоямыз қазанның бетін. Бірақ жаңа статистиканы келтіріп отырсыз, бейбіт заманда 60-тан асқан әйелдің қайтыс болуы, балалардың қайтыс болуы мысалы, оның барлығы кішкентай үйдегі ұрып-соғудан басталады. Жаңа Айгүл Нұрланқызы айтып кетті, бұл ұрып-соғу криминализациядан декриминализация дедік, бірсе біз оны қайтадан декриминализациядан криминализацияға өткіздік. Ол да заң шығарушы органның оны мойындай білу керек, қателігі шығар кезіндегі мысалы. Оны сол криминализацияда қалдыру керек деп ойлаймын. Мен ана ретінде, заңгер ретінде өзім солай ойлаймын. Себебі бір рет қолын көтерген адам, ол әкімшілікке барады да кешірім берсе қысқарта қояды. Әйел адам үйіне ер адамының бәрібір қайтып келіп, отбасы болып тұрғанын қалап тұрады. Жаңа біздің қазақтың менталитеті дегенге тағы да қайтып келеміз. Ертең құдалы болады, жеге жатты болады, ұят деген бізде бір сөз бар ғой. Сондықтан жалпы заңнамадағы ұрып-соғу денсаулыққа жеңіл зиян келтіру бойынша криминализация қайта болғанын құптайсыз ба өзіңіз? Құптаймын, себебі біз жаңа сөзіңіз аузыңызда қазақ әйелдері көнбіс деп айттыңыз. Жаңа отбасында да жастайымыздан бізге жаңағы тастай батып судайсың, мені жерге қаратпа деп ата-анамыз тәрбиелейді ғой. Осы тәрбиеден кейін ұят болады, мен тұрмысқа шыққаннан кейінде қанша қазақтың әйелдері ішінен тынып жатыр. Іштен тынудың соңы мысалы қайғылы жағдайлармен аяқталуда. Енді осы ұрып-соғуды жаңа әкімшілік кодекстен алып қылмыстық кодекске ауыстыру ол өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді осы ұрып-соғу бойынша 200 айлық есептік көрсеткіштен 50 тәулікке дейін қамауға алу көзделіп отыр. Қазіргі санкция бойынша. Одан да егер ауырлататын мән-жайлар кездесетін болса, жаза қатаңдай береді. Яғни ол дұрыс деп ойлаймын. Себебі ең азы сонда 200 айлық есептік көрсеткішті. Мынандай енді нені көргеннен кейін, жазаны көргеннен кейін ойланып,
қолын тартып аяғын тартып енді жүреді деген қазір ойдамыз. қоғамдағы адамдар, телекөрермендер айтуы мүмкін, 200 айлық есептік көрсеткіш. Кімдер үйінде жаңа агрессорлар, бұлар жұмыс жасамайтын, ішімдікке салынған, немесе нашақорлыққа салынған, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Айгүл Нұрланқызы. Ол сондай азаматтар. Оларда табыс көзі жоқ былай қараса. Бірақ осы жерде мен айтқым келеді көрермендерге, айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынғанмен 200 айлық есептік көрсеткіш ол 700 мың теңгеден астам ақша. Егер оны төлей алмайтын болса, оны алмастыру жолдары қылмыстық кодексте қарастырылған. Айыппұлды жаңағы қамаумен алмастырады, немесе бас бостандығымен шектеумен алмастырады. Ол бөлек материал қылып, жаңа қылмыстық атқару жүйесінің ұсынымымен сот қарай алады, солай ғой? Иә. Тағы бір осы жерде айтып кететін басты мәселе, осы әйелдің құқығын бұзса, баланың құқығын бұзған жағдайда татуласуға жол берілмейді. Бұрын әкімшілік құқық бұзушылық кодексте осы ұрып соққан үшін, мысалы, үйдегі жанжалдар үшін татуласуға мүмкіндік бар еді. Қазір заңмен, осы заң нормаларымен бекітіліп отыр. Мүлдем жоқ. Бұл да бір жақсы, бір нәтижеге жетуге жақсы бір мүмкіндік деп ойлаймыз. Жалпы әлеуметтік желіде бұл заңды талқылаған кезде, жаңағы өзіміз айттық, ер азаматтар көбіне қарсы болды. Бұл әйелдердің қолына қару сияқты. Кейбір әрине теріс пиғылды әйелдер бар, бұны теріс пайдалану мүмкін деп. Бірақ шыннан да біз үңіліп қарасақ статистикаға, агрессорлардың 99.9% ер адам ғой. Әйелдерде болуы мүмкін, біз жоққа шығармаймыз, себебі әкімшілік құқық бұзушылық туралы соттарда әйелдер де балаларына қатысты агрессиялық әрекеттер жасаған істер өтті, қылмыстық істер де өтті, оны да жоққа шығармаймыз. Бірақ 99.9% бұл ер азаматтар. Бұл әрине әлеуметтік шиеленістен туындаған әлеуметтік шиеленістің нәтижесі ма, біз білмейміз. Бірақ енді баланың құқығы басты құндылық деп алғаннан кейін біз тақырыбымызды, Айгүл Нұрланқызы, жалпы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты істер, қандай істер өзіңізмен жас судьясыз қарадыңыз? Қазіргі таңда осы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралатын негізгі санаттардың бірі ол неке бұзу. Яғни неке бұзудан барлық кез келген жаңағындай кикілжің, кез келген түсініспеушілік, үйіндегі болып жатқан жағдайдың барлығы сол неке бұзуға алып келеді. Яғни тұрмыстық зорлық зомбылық көрген әйел ұрып соққаннан кейін оның амал жоқ, басқа не істерін білмейді, неке бұзуға жазады. Және де біз осы неке бұзу туралы азаматтық істерді қарағанда біздің енді негізгі істі қарау барысында мән-жайды анықтауға міндеттіміз. Сол жағдайда енді барлығы бойынша деп айтуға келмейді, бірақ көп жағдайда сол тұрмыстық зорлық зомбылықтың әсерінен содан уже шаршап әйел адамдар енді барар жерім жоқ, басқа амалым жоқ, осы некені бұзуға тура келем, балдарымды ойлап осы уақытқа дейін жүрдім, бірақ ары қарай шыдай алмаймын деп сөйтіп өздерінің ішіндегі мұң айқайларын айтып жатады. Сондықтан ең бастайтын осы барлық даудың басында осы неке бұзу жүреді. Неке бұзу бойынша күнделікті қазіргі таңда енді облыс бойынша көп жағдайда біздерге түседі ғой, біздің сотқа. Сол кезінде күніне кем дегенде 8 талап қою түседі. Ал кей кездері 15-ке дейін жетіп жатады. Осы 3 айдың өзінде 472 талапы келіп түскен екен. Бірақ біз оны түскеннен кейін енді екеу келді екен, ажырасуға. Татуласуға ниеттер бар ма? Ниеттері басында ниеттері болмайды, олардың басында ашумен екеуі бір-біріне ренжісіп сөйтіп тұрады ғой. Содан кейін біз оларға мүмкіндік береміз. Сіздер мүмкін татуласып қаларсыздар, не дегенмен араларыңызда балдарыңыз бар, ойланып қараңыздар деп. Және де жаңағы орталық туралы айтып кеттік қой, біздің Ақтау қаласында да 29 шағын ауданда жанұя деген отбасылық орталық бар. Сол жерде отбасы жаңағы әйел адамдарға жаңағы құқықтық көмек көрсету бойынша тегін, сосын психолог кеңес береді. Сол орталыққа жолдаймыз. Сол жаққа барыңыз, сіздерге тиісті түрде көмек көрсетеді. Медиатор бар ма сіздердің? Сіздердің соттарыңызбен тікелей жұмыс жасап отырған медиаторлар бар ма? Медиаторлар орталығында жіберуге болады бұл жақтарда, бірақ өзімізде соттың өзінде татуластырушы судьямыз бар. Арнайы өкіммен татуластырушы судьяны бекітіп қойғанбыз. Сол кісі талап қою түскен кезінде 10 күннің ішінде олармен татуластыру мәселесі бойынша сұхбат жүргізіп өзінің жұмысын атқарады.
Сондай жағдайда басында ашумен енді беріп қойып, содан кейін қайтадан татуласқан жағдайда татуласуына байланысты арыздарын қайталатқан жағдайлар бар. Яғни қазіргі таңда 473 болса, оның 186-190 ісі осылардың татуласуына байланысты қараусыз қалдырылған жағдайлар бар. Ал енді 200-ге жуық енді неке бұзу шешімі шығарылды. Ол шешім шығарылғаннан кейін де олар татуласып келіп жатқан жағдайлар болады. Заңды күшіне енбегеннен кейін біз өзімізде ол шешімді бұзып ұйғарым шығару арқылы қайтадан некелерін неғылып беріп жатамыз. Заңдастырып беріп жатамыз. Жалпы дүниежүзілік статистикада өздеріңіз көрген шығарсыздар, әлеуметтік желіде жүрді ғой, Қазақстан 5-ші орында алады екен деп. Ажырасу бойынша әрине кіп-кішкентай, жаңа айтып кетті ғой Нұршат Әбдібекқызы, алақандай халқы бар, 20 миллион ғана халқы бар Қазақстанға ондай көрсеткіштерде жүру тым ұят сияқты. Сонымен қатар біз өзіміз менталитетіміз бар, өзіміздің әдет-ғұрып, салт-дәстүріміз бар. Мен әрқашанда ұстанамын мынандай пікірді, әрине ол заң жүзінде әлі бекітілмей жатыр. Жалпы татуластыру істері бойынша, неке бұзу істері бойынша сотқа дейін міндетті өту керек. Мына біздерде мына жаңағы жанұя орталықтары құрылып жатыр қазір, ассамблеяда аналар кеңесі бар. Солардан міндетті өткізу керек сияқты. Міндетті сол електерден өтіп барып, сотты ең артқы сатыны сот қылу керек сияқты. Біз айырылысуды өте жеңіл қылып жіберген сияқтымыз деп те кейде мен ойлап жатам. Өйтпейін десең де оған да қарсы уәж пікірлер айтатын адамдар да көп. Себебі сіздер ұзақ ұстайсыздар, біз сол агрессордың қолына өлуіміз керек па дейді. Оған қарама-қарсы ретінде қазіргі мына заңда енгізілген өзгеріс мені қуантады. Жаңашылдық бұл жаңағы орталықтардың ашылуы, отбасылық орталықтардың ашылуы. Бұндай орталықтар көп болу керек деп ойлаймын мен. И кез келген ана кейде құрбысына айта алмайды, кейде анасына айта алмайды, ағайын туысқа айта алмайды. Сол жердегі бар психологтарға өз сияқты сол жердегі аналармен ішін шерін тарқатып, бір сондай ол орталықтар дұрыс жұмыс жасаса, жақсы психологтар, жақсы мамандар, жақсы заңгерлер, медиаторлар, олардың соған сәйкесінше жалақысы болса, бұл керемет болады деп ойлаймын мен. Және де мына сіз өзіңіздің сөзіңіздің басында айтып кеткен 111 деген желінің ашылуы, бұл міне оқырмандардың, телекөрермендердің құлағына алтын сырға 111 желісінің қосылуы, бұл да жақсы жаңалық. Ол желіде отырғандар көбі психологтар мен заңгерлер екен. Мен ол туралы бейнебаян көргенмін, осы ұлттық арнадан жасалған. Ол көптен қосылған арна екен ғой жалпы қазір. Қатты көп арыздар Алматы мен Астанадан түседі деп айтып жатыр. Жалпы Түркістаннан түседі дейді, көп жаңағы барымызша көмектесуге тырысамыз дейді. Сондықтан бұл желінің де ашылуы, отбасы орталықтарының құрылуы да бұл отбасы институтын нығайтуда бірден бір қадам деп ойлаймын. Енді жалпы өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Отбасы құндылықтарын дәріптеу бізде деңгейі жақсы ма жүріп жатырған? Немесе біз оған қандай қадамдар жасауымыз керек? Жалпы біздің ата заңымызда да баланың құқығы, әйелдің құқығы, отбасы қорғалатындығы жазылған ғой. Бізде бұл заң қабылданғанға дейін де осы отбасы құндылықтары насихатталып келді. Мысалы, соттарда түрлі семинарлар, іс-шаралар, жаңағы мақалалар жазылып, сондай-ақ осы отбасы институтын нығайту мақсатында да түрлі іс-шараларға, мысалы, атсалысып, өзіңіз мысалы басы қасында жүріп түрлі жаңағы мектепте, мысалы университетте деген секілді, мұның барлығы отбасын нығайтуға жасалып жатқан қадамдар. Енді мына заңды да айтып жатыр ғой, тек әйелдердің құқығы, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деп, осы жерде де отбасын нығайту көзделіп отыр. Бұны да біз сырт қалдырмауымыз керек. Бұл заңның да басты қағидатының бірі бұл отбасы институтын нығайту. Мен өзім ойлаймын, жалпы мына судьяларға көп уақыт берілу керек ажырасу бойынша. Себебі сіздерде көп түсіп жатады, өзіңіз айттыңыз. Кейде уақыттарыңыз да болмайды олармен әңгімелесуге. Себебі бізде статистика, мерзім дегендер де бар, қысып тұратын. Ол әрқайсымен шешіліп сөйлесу, оларды бір орталықтарға жақсы бір, мына орталықтардан мен көп үміт күтемін. Отбасы институтын нығайтудың тағы бір көрінісі ретінде біз жақсы осы жетістіктерге жеткен жанұяларды мына дәріптеп көрсете білуіміз керек. Қоғам сондай әйелдерді, сондай ер азаматтарды
жаңа жыл сайын көрсетіп, мына мейірімді отбасы деген конкурстар бар ғой, сол сияқты мысалы мейірімді судья, мейірімді не деп, сондай жақсы бір өз тарапымыздан да, қоғамның тарапынан да болу керек сияқты. Құрметті спикерлер, үлкен алғысымды білдіремін сіздерге, бүгін уақыттарыңызды бөліп осы заңның аясында пікірлеріңізді білдіргеніңізге. Құрметті телекөрермен, бұл заңды өздеріңіз әлеуметтік желіден тауып алып, міндетті түрде бір рет оқып өтіңіздер. Себебі бұл заңды білу, өз құқығыңызды білу. Бұл тек әйел мен балаға қатысты емес, бұл ер адамға қатысты. Бұл жалпы отбасы құндылығын қорғайтын, отбасына аяушылық пен махаббатпен қарайтын адам үшін керек заң деп ойлаймын. Сондықтан өзіңізге, айналаңызға заңды, құқықты, сауатты кеңес бергіңіз келсе, әрқашанда құқықты мәдениетіңіз жоғары болсын, құқықты, сауатты болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.